Ай, ұйқым қанып кетті. Мәссаған обед болып қалыпты ғой. Айымтай, кел сүтіңді берейін. Сүтің қайда? Айым. Айым? Айым? Айым қайдасың? Сен жүре алмайсың ғой, айым. Қайда кетіп қалды? Айым. Бір жер түсіп кеткен жоқ па? Айым. Мына жерден бір жер түсіп кеткен жоқ па екен? Айым қайдасың? Айым. Айым. Не істедім мен? Жоғалтып алдым ба? Немесе біреулер ұрлап кетті ме? Дереу полицияға хабарласу керек. Алло, саламатсыз ба? Бұл полиция ма? Я, тезірек желтоқсан 16-шіге келесіз бе? Біздің үйде бала жоғалды. Я, кішкентай. Я, айлық сәби ғой енді. Жарай, тез келіңіздер, сау болыңыз. Айым. Айым қайдасың? Қайда түсіп қалды? Айым. Мен ғой оны жоғалтқан. Енді не істесем болады? Айым қайдасың? Мынайым бас екен. Я, сендер тұра тұрыңдар. Қазір. Кім келген? Саламатсыз ба, кіріңіздер. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Не болды? Бізге барлығын түсіндіріп айтып бересіз бе? Менің есімім Альфия болады. Саламатсыз, менің есімім Әйгерім. Білмеймін, таңертең қарасам, кішкентай сәби жоқ. Кеше түнде не болды? Қайда болды? Кеше түнде ұйықтап жатқанда кроватына жатқызып кеткен. Таңертең тұрса жоқ. Қалай жоқ? Білмеймін, таңертең қарасам жоқ болып тұр ғой. На кроваттан құлап кеткен жоқ па? Енді құлап кетсе жататын еді ғой, жылайтын еді. Естімедім, ешқандай қарамадым, білмеймін. Таныстарыңызға звондаған жоқсыз ба? Мен таныстарым қалмады ғой, ешкім алмайды. Мәссаған. Жарайды, уайымдамаңыз. Сіз үйіңізде болыңыз, біз дереу іске кірісеміз. Я, Ержан, Самат, тезірек іске кірісіңдер. Жақсы болса екен. Жарайды. Егер бала табылып жатса, хабар беріңіз. Және де баланың сізде фотосы бар ма? Фотоға түсіріп үлгермедім. Өзі кеше ғана туылған сәби ғой. Біз онда баланы қайдан табамыз? Мен онда сіздердің қастарыңызға барайын, көмек болса керек. Жарайды. Өтініш, сіз үйде бас көз болып отырасыз ба? Жарайды, енді қала тұрайын. Я, сізге көп рахмет. Жарайды, тез болып келіңіздер. Я, қазір. Жүріңіз. Тез табылса екен енді. Ал жүріңіз, іздейік. Так. Саламатсыз, мына жерден кішкентай бір сәби көрген жоқсыздар ма? Біреудің қолынан. Жоқ, көрген жоқпыз. Жоқ, кешіріңіз, көрмедік. Жарайды, рахмет. Жүріңіз. Кішкентай сәби көрген жоқсыз ба? Жоқ, көрмедім. Сәби көрген жоқсыздар ма? Жоқ. Көрген жоқпын. Жарайды. Сәби көрген жеріңіз жоқ па? Сәби кішкентай. Кеше ғана туылған сәби. О! Міне, мына сіздің балаңыз емес пе? Сіз жынсыз ба? Біреудің баласын не алып тұрсыз? Кешіріңіз, сіздің балаңыз ба? Әрине. Көріп тұрған жоқсыңдар ма отырғандарын? Осылар қызық деймін. Кешіріңіз, білмей қалдым. Жоқ, менің балам емес. Менің қызым емес, ол қыз ғой. Жүріңіздер, онда іздей берейік. Кішкентай сәби көрген жоқсыздар ма? Сәби. Көрдім.Ошын ба, қай жерден? Бір кішкентай сәби қолында, я? Я, бір адам қолында болу керек. Міне, сіздер жынсыздар ма? Менің балам ол. Не алжып тұрсыздар? Кешіріңіз. Жоқ, ол бала емес. Жақсы, кешіріңіз. Онда көрмеппін, кешірім сұрайым. Жоқ, біз көрмедік. Жоқ, айналайын, көрмедім. Жүріңіз, онда бір парық жақтарыңыз іздейік. Жарайды. Бірақ менің қызым табылмайтын сияқты. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Я, уайымдамаңыз, тәте. Балаңыз табылып қалар. Рахмет. Енді жүрегіме сенейік. Жақсы, жүріңіздер.
іздейік тездетіп табылса екен. Иә, уайымдамаңыз, жүріңіз. Жарайды. саламатсыздар ма? Кішкентай сәби көрген жоқсыздар ма? Жоғалып қалып еді. Иә, көрсеңіздер айтасыздар ма, өтініш? Жоқ, кешірім сұраймын, біз мына жерде демалуға келіп едік, көрмедік. Жақсы, демалыстарыңыз сәтті өтсін. Рахмет. Қазір бас екен звондап жатыр. Қазір сосын аласың. Тез жүрші, бала жоғалып жатырғанда. Бала көргендеріңіз жоқ па? Бала көргендеріңіз жоқ па? Не болды? Әне менің қызым. Тоқта. Түсінбедім. Әкел баланы. Не айтып тұрсыз? Бұл менің балам, беріңіз. Мирас? Әйгерім? Соншамада полицияға арыз жазбасам болатын еді ғой. Мен арыз жазбадым, іздеуге бел болдым. Түсінбедім, сіз бұл кісіні танисыз ба? Бауырлар, қойыңдар, біз ұрлаған жоқпыз, ол өзіңнің баласы. Мен сізге сұраптым, бұл кісіні танисыз ба? Я танимын. Ол кісі кім? Ол кісі мына сәбидің әкесі, бұрынғы әкесі, қазіргі әкесі емес. Әйгерім, біреудің баласының не жұмысын бар? Қалай сонда біреудің баласы? Тоқтатыңыздаршы, бұл бала кім туды, бұл баланы? Менің құрбым. Сіздің құрбыңыз туса, сізде ол неғып жүр? Менің құрбым осыдан бір жарым апта бұрын немесе дүниеден озды. Содан осы баланы маған аман етіп тапсырды. Өтірік айтпа, тапсырған жоқ. Мирас, осы уақытқа шейін қарасаң, қайда қалдың? Енді не, ұрлауға көштің бе? Мен ұрлаған жоқпын, өз баламды алуға хақым бар шығар. Қысқасы, балаңыз табылды екен, енді аман бол, отырыңызшы. Жарайды, сіздерге көп рахмет. Жаным, айым. Алыспен біз сөйлесуіміз керек. Не үшін сөйлесесіздер? Мен ұрлаған жоқпын дедім ғой. Қайдан білесің, мүмкін сіз алаяқ шығарсыз. Жақсы болды, Самат қой. Сіз де бізбен жүріңіз. Мен ше ұрлаған жоқ, мен досымын. Жоқ, жүруіміз керек. Түсінбедім, не айтып тұрсыздар? Жүрулеріңіз керек. Біз әлі жолығамыз, Әйгерім. Ой, жаным, айымтай, сені іздеймін деп зәрем қалмады ғой. Жарайды, жүрейге керек. Мәссаған, баланы таптыңыздар ма? Иә, таптық. Кіріңіз. Жақсы болыпты, қатты қуаныштымын. Қайдан таптыңыздар? Паркте бір жақыным алып кетіпті, бір шаруалармен. Бәсе, мен сізге айттым ғой, табылады, жақыныңыз алып кетуі мүмкін деп. Иә, сізді бекер тыңдамаппын. Сізге де рахмет, үйімді қарап қойғаныңызға. Оқаш жоқ. Сеп-секімді бала екен. Твай. Жарайды, менің жұмыстарым бар, мен қайтсам. Жарайды. Жақсы, сау болыңыз. Айтпақшы. Не болды? Мен де сізбен барсам деймін. Жайша. Сол жермен танысымды манағы адамдар алып кетіп еді түрмеге, қамаймыз анау деп. Соны босатып алу керек. Ол ұрлады ма өзі? Жоқ, ұрлаған жоқ. Ол мен танысым ғой, досым. Жай ғана керек болғасын алған ғой, мен оны білмеппін. Жарайды, онда жүріңіз. Иә, рахмет. Ой, наконец-то келдіңдер ме? Бала деп жаңа шауып кетіп едіңдер ғой. Иә, келдік. Не болды, ұстадыңдар ма? Иә, ұстадық. Қайда? Қазір. Кіріңдер. Мама, кәдімгі кинодағыдай аштыңдар ғой. Өтініш, бізді босатыңыздар. Дымда кінәміз жоқ. Мен өшеді мынан досым ғой, қасында жүрген. Хотя мені босатыңыздар. Қойсаңызшы, дос бол. Не болды енді? Болды, шуламаймыз. Бала ұрладыңдар ма? Енді өз кінәларын сотталасыңдар. Жақсы, сен досы жүре бер, сен дым кінәң жоқ шығар. Рахмет, Алла разы болсын, жігіттер, рахмет. Досы болсын, досы емес атпатсың ба? Күтем ғой сыртта, не болды? Бауырым бергіш. Жетам. Бір соқпа алып берет жарсыңдар, күт тұрып. Қайдағы жоғалшы. Сен бірәс ұрлаған шығарсың? Ештен ұрламадым мен. Мә, Шлаура. Мә, жу. Нені жуам? Басын жуасын, миыңды жуасын. Құмаңызшы. Машинаны жоқ қой, сен де мүмкін кінәм бар шығар. В общем, тұрма мына жерге. Қасымызға бір адам келді ғой. Сен отыршы. Қазір бас екен келеді, бол, тұр. Қазір біз сені фото
Үсті басында дым жоқ па? Жоқ. Кіре ғой. Өтініш босатыңыздар. Жоқ, кір. Қамап қояйық. Оппа, болды. Енді демала тұрайық. Жат сене. Соны айтам, не әңгіме бар? Бөлінеймін сол. Басымыз ауырып кетті ғой. Соны айтам. Тоқта. Біреу келді. Шықшы сен былай. Жуып та өлмейсің. Тұр былай. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Басеке келдіңіз ба? Келдік, не көрмей тұрсың ба? Сен екеуін не істеп тұрсыңдар? Кешіріңіз, отырыңыз. Жайғасып отырып алыпты. Сіз не істеп жүрсіз бұда? Сұрақты қоятын бұл жерде мен. Кешіріңіз. Қысқасы, манағы жігітті босатыңдар. Не үшін ол ұрлыққа түсті ғой? Ол ұрлыққа түскен жоқ. Ол менің танысым, досым. Енді ол әкесі емес пе, баланы көруі тиіс. Сондықтан оған рұқсатымды бергенмін. Оны босатыңыздар тез. Оның ешқандай кінәсі жоқ. Жарайды. Шық. Рахмет сізге. Рахметті бізге емес, ана танысыңызға айтыңыз. Енді кәрі, егер бір жағдайлар болса, баланы алғыңыз келіп бара жатса, өзіңізден рұқсат алып сұрамайсыз ба? Адамды шулатпай. Енді олай жасамаймын. Жарайды, қайтыңыздар онда үйлеріңізге. Сендер де жұмыстарын қайта беріңдер үйлеріңе. Жарайды, сау болыңыз. Мені де босата салыңдаршы. Жатшы сен. Жүндер кеттік. Досым шығуымен. Кетші, сен де дос дейді. Не болды? Ренжімеш? Қойшы. Жүндер үйге айтар жақсы. Жарайды, Мирас. Рахмет шығарып бергеніңге. Енді мен ары қарай өзім барсам. Тоқташы, Айгерім. Не болды? Мына бала енді сенде қалсын. Шын айтып тұрсың ба? Жаңа ғана менде қалу керек деп едің ғой? Жоқ, негізі ресми түрде әкесі сенсің ғой, сондықтан бала сенде қалу керек деп ойлаймын. Жоқ, бала сенде қалады. Жоқ, сенде деймін. Айгерім, енді сен Мадинан бұрыннан бері келе жатырған жалғыз құрбысысың. Ол саған қалдырған шығар баланы мүмкін. Сондықтан ал. Шын айтып тұрсың ба? Енді қыз әкеге көне қоймас. Қанша дегенмен ананың жылуы керек. Жарайды, рахмет саған. Саған рахмет. Жүр, үйге кіріп саған шай берейін. Жоқ, керек емес. Айтпақшы, не болды? Бүгін мен көшуім керек. Қайда көшесің? Қала жаққа барып жаңа өмір бастаймын осы кішкентай сәбимен. Әйтпесе мына үйде білесің ғой енді, қаншама қиындықтар өтті. Есіме түсірсем басым ауырып кетеді. Өзім жаңада өмір бастайын деп едім. Жарайды. Онда сен чемодандарын жинап, тезірек сені аэропортқа апарып тастайын. Көп рахмет. Оқасы жоқ. Тез жиналасың ба? Қазір мына баланы сайтырасың ба? Жарайды. Ал мен болдым. Тоқташ, не болды? Неге сен Мадинаның да киімдерін жиналып кеттің? Енді Мадинаның бұл жерде қалған түрлі жетістіктері, гүлдері, киімдері бостан-бос қалмайтын шығар. Өзіме бірге аманат етіп қалдырып кетемін. Жарайды, жүр. Жүр. Әкел, рахмет. Кеттік пе? Саған біраз айтайын деп едім. Отырасың ба? Бізде уақыт аз ғой. Айгерім, мен осы уақытқа шейін істеген іс-әрекеттерім үшін мені кешірші. Сол үшін мен қатты өкінем. Жоқ, ештеңе етпейді. Мен барлығын кешіріп қойғам. Еш нәрсесін өкінбе. Мен ешкімге ренжіген жоқпын. Сендердің бұл өмірлеріндегі ең үлкен сабақ болып қалған шығар енді. Сосын мен сені қайтадан жақсы көріп қалдым. Жоқ, Мирас. Мен саған айттым ғой, жаңадан өмір бастауым керек. Мен ешкімге тұрмысқа шықпаймын. Және де ешкіммен махаббат құрғым келмейді. Қанша дегенмен бала бар. Өтініш, Айгерім, шын айтам. Мен өзгердім, уәде берем. Мен сені қатты жақсы көріп қалдым. Енді бала да бізбен бірге болсын. Мирас, Айгерім, өтініш, сөзімді бөлмеш. Мен сені қатты жақсы көріп қалдым. Енді ортамызда бала бар, сол баланы бірге асырасақ деймін.
ал Мадина ше? Мадина енді жоқ қой, білесің. Ал қазіргі таңда ол болса, мен оны алақанымда ұстайтын едім. Түсінемін, бірақ өтініш, Әйгерім. Менің заңды түрде әйелім болуға қалай қарайсың? Мен сені бақытты етем, ешқашан қателіктерге басымды бұрмаймын. Бала қызым екеуіңді бақытты қыламын, өтініш. Енді ол қалай болады екен? Өтініш, Әйгерім. Жарайды. Ол шын айтасың ба? Иә, жарайды енді. Баланың тағдыры үшін ойнамайық. Баланың тағдыры бізге ойыншық емес қой. Иә, дұрыс айтасың. Жарайды, онда кеттік аэропортқа. Иә, жаңадан өмір бастайық. Иә, кет.